Сәлеметсіздер ме? Өндірістік оқыту сабақ бойынша бірінші курсқа арналған қашықтықтан оқыту. Өндіріс шебері Тұрсынқұл Гүлімжан. Бұқаралық өндірістегі бұйымдарды даярлау бойынша тігін жұмыстарының барлық түрін орындау атты 8-ші кәсіби модуль бойынша бүгінгі сабақтың тақырыбы астарлы жапсырмалы қалтаны өңдеу. Сабақтың мақсаты студенттерге жапсырмалы қалтаның түрлерін өңдеп үйрету. Күтілетін нәтижелер: киімді дайындау технологиясының негіздерін білу. Астарлы жапсырмалы қалта көбіне сырт киімдерде қолданылады. Астарлы жапсырмалы қалтаға қажетті бөлшектер: негізгі бөлшекте бұйымның оң жағына лекаланың көмегімен қалта орнын белгілеп және алдыңғы бойдың теріс жағынан қалта орналасатын жерге бойлама жапсырып аламыз. Қалта астары астарлық матадан пішіледі. Қалта арнайы матадан пішеміз. Қалта аузына созылып кетпесі үшін қайыру сызығына 1 мм жеткізбей қатырма жапсырамыз. Қалта қайырмасын кертпе бойынша үтіктеп, қалта қайырмасына астарды қосып тігіп бөлшектерді біріктіреміз. Тігіс ені 10 мм. Тігісті астарға жатқыза үтіктейміз. Қайыру сызығынан қайырып, оң бет пен оң бетін беттестіріп, қиықтарын теңестіріп сырып тігеміз. Оң бетіне аудару үшін 3-5 мм тікпей, астынан немесе жанынан бастысы түзу жерден қалдыру керек. Егер де қалтаның сопақша пішімді жерден қалдырар болсақ, формасын келтіру қиын болады. Тігіс ені 10 мм. Қалтаның доғал бұрыштарына тігіске 1-2 мм жеткізбей қайшы ұшымен кертпе береміз. Оң бетіне аударып, негізгі матадан 2-3 мм ендеше тік шығарып, айналдыра уақытша тепшімен көктейміз. Баса үтіктейміз. Қалдырылған орынды жапсырып тігеміз. Қалтаның орналасу орны бойынша теңестіріп, үстінен тігіс ені 1-2 мм бастырып тігеміз. Қалтаның жоғарғы қиығына бекітпе береміз. Дайын қалтаны алдымен теріс жағынан, содан соң дәке арқылы оң жағынан баса үтіктейміз. Астарлы жапсырмалы қалтаны жіптерінен тазартамыз. Мен сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырма. Жапсырма қалталарының түрлерін атап беру. Жапсырма қалталары тігістерінің орындалуын көрсету. Астарлы жапсырмалы қалтаның өңделу тізбегі және астарлы жапсырмалы қалтаның техникалық сызбасын сызу. Мүмкіндігінше қалтаны үй жағдайында көктеп тігіңіз және тапсырмаларды орындап Білім KZ сайтына жүктеңіз.